алдымызда сөйлеп тұрған 7 адамның 5-еу қазақ, залда жиналған адамдардың 90% қазақ, бірақ арттарыңыздағы жазуда барлығы орысша, өздеріңіз орысша сөйлеп отырсыздар. Әкім орынбасары отыр екен, ол да орысша сөйлеп отыр. Неліктен қазақша сөйлемейсіздер? Бұл диджитал Алматы ма әлде диджитал Мәскеу ма? Біз өз қай елдеміз қазір? Не себептен қазақша сөйлемейсіздер? Мысалы, көп адам түспей отырған шығар. Мен қазақша бастадым деп. Сіз дұрыс айттыңыз. Енді жауап берсеңіздер, мен өзім бағанадан сол сұрақ мазалап тұрды. Өте жақсы тақырыптар, елімізді көтереміз деп жатсыздар, бірақ өз мәдениетіміз көтереміз дейсіздер, енді тіл болмаса оның бұл әңгіменің пайдасы неде? Дұрыс айтасыз. Біз мысалы бар күшіміз салып тілді дамытып жатырмыз қазір. Мен түсіндім. Кешірім сұраймыз. Мен бастадым қазақша, бірақ тағы да қазақша сөйлейтін, түсінетін адам енді 50% болса жақсы болады. Енді креативті индустрияларға қатысты сұрағыңыз бар ма? Осы ғана сұрағым.